Сәлем достар. Бізде бүгін 14-ші сабақтың соңғы сөздері. Ди ші сықы ниді чышы шинді хайшы жеуді. Осы күнге дейін сөздерді кішкене үйреніп келсеңіз, соңғы сабақтың осы берілген тақырыбын толығымен түсіне аламыз деп айтыламын. Өйткені о күнге дейінгі сөздің барлығымыз үйреніп болдық. Ниді чышы шинді хайшы жеуді дегеніміз сенің машинаң жаңа ма? Хайшы дегеніміз или қазақша әлде. Жеу дегеніміз неменеде? Ескі ме? Так, соңғы жаңа сөздері енсі. Енсі дегеніміз қазақша айтқанда түс. Түс дегенде көретін түс емес, есімізде осында. Орысша свет айтымыз. Қандай светтегі, қандай түсте, қандай рең деп айтуға келмейді, қандай түс деп айтуға болады. Мысалы, біз осы күнге дейін қандай түстерді үйрендік. Бәйсі болса, мысалы, мына жердегі енді алып sayımызда бәйсі болатын болса, қандай түс? Ақ түс. Сосын осыған кейін тағы да қандай түстер үйрендік. Мысалы, осыдан кейінгі сөз, мысалы, ләнсі болатын болса, көк түс. Тағы да біз хей деген, қара деген түсті үйрендік қой деймін. 13-ші сабақтарда. Солай ма? Хейсі. Үйрендік. Хей дегеніміз немене? Қара түс. Сосын кейін қызыл түс деген үйренгеніміз хоңсы. Жерге мен сиғанша жазайын, Мысалы, бәйсі, бәй, ақты үйренгеніміз, хоңсы дегендегі хоң деген үйренгеніміз, хейсі дегендегі хей, ол қандай? Қара түс. Сосын кейін міне бүгінгі бізде лән дейді. Лән дегеніміз немене? Көк түс екен. Сонымен біз біраз түстерді үйреніп қалдық, біраз түстерді білеміз былайша айтқан кезде. Мен мынаның ішіне қоршап қояйын. Бәйсі деп мынаған қосып айтамыз, бәйсі болатын болса ақ түс, хоңсы қызыл түс, хейсі қара түс, ләнсі бүгінгі үйренген отырған ләнсіміз немен екен? Көк түс екен. Ал келесі Ляң, 4-ші томмен айтырып тұр. Ляң, алдында не тұр? Машина тұр, арт жағында 2 дегендегі ляң. Бұл илянчы дегеніміз бір машина. Сонда бұл не? Мөлшер сөз. Біз осы сабаққа дейін біраз мөлшер сөздерді үйреніп келе жатырмыз. Мен әрбір сабақта ескертіп отырамын. Мөлшер сөз. Бұның аудармасы болмайды. Бірақ та бұл болмаса, тағы да сандармен мөлшерлеп айтуға тағы келмейді. Сандардың соңынан келетін мөлшер сөз. Бұл сандармен бірге жүреді. Өйткені мөлшер дегеннен кейін, мысалы, илянчы бір машина. Бұл көбінде машинаға қолданатын, көлікке қолданылатын мөлшер сөз. Ал соңғы сөзіміз гуан дейді, 1-ші томмен. Гуан деген 2 түрлі мағына білдіреді. Қазіргі осы сабақтағы мағынасы фамилия, гуан фамилия. Мысалы, біз осыдан бұрын Ваң фамилия оқыдық, Ма фамилия оқыдық, Сол сияқты, мысалы, қытайлардың аттарының алдына келетін фамилия. Фамилиялар қытай тілінде қандай? Бір ғана иероглифтен тұрады. Бір иероглифтен тұрады. Одан артық, ұзағанда 2, 2-ден артық одан тұрмайды. Негізінен бір иероглифтен тұрады. Гуан фамилия. Мысалы, біз осының алдында Ваң, Ма, мысалы, Джаң деп тағы да оқығанбыз фамилия. Сонымен бірге енді Гуан деген фамилия. Ал бұның екінші мағынасы не? Екінші мағынасы жабу, ашып жабу деген, Гуанмен есікті ашып жабу, Гуандың светті жабу, жалпы жабу, ашып жабу дегендегі жабу, Немесе қазақша енді өшіру деп те айтамыз ғой, әртүрлі қолданамыз, әрбір жерде, мысалы, сондағы гуан деген жалпы жабу деген сөз. Ляң дегеніміз жәнегі машинаға или көліктерге қолданылатын мөлшер сөз дедік. Лән дегеніміз көк түс, енсі түс, свет, әртүрлі. Енді сіздермен оқып шығайық, енсі
Екінші и төртінші тонмен. Ен, сы. Ен, сы. Лан, лан, лан. Но төртінші тонмен. Лян, лян, лян. Гуан, гуан, гуан. Жақсы. Достар, бүгінге осы 14-ші сабақтың соңғы 4 сөзі. Осымен 14-ші сабағымыз аяқтайды. Енді осыдан кейін Алла қаласа біз 14-ші сабақтың диалогтарына түсеміз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.